Адамдар арасындағы қарым-қатынаста ең жаманы сатқындық емес екенін білесіз бе? Ең жаманы әдет. Сені бағаламайтын адамдарға үйреніп қалу. Жылдар бойы мейіріміңді, уақытыңды, күшіңді, мүмкіндігіңді пайдаланып, есесіне салқындық қана беретін, тіпті мысқылдайтын жандарға шыдап жүру. Мен мұны өз басымнан өткердім. Досым деп жүрген адамдар болды. Қол ұшын бердім, демедім, сүйедім. Бір күні кенет түсіндім, олар үшін мен жай ғана ыңғайлы адам екенмін. Бүгін біз сізді бағаламайтын адамдармен қалай әрекет етуге болатынын көрсететін жеті қатқыл, бірақ шын мәнінде жұмыс істейтін тәсілді талқылаймыз. Бұл құр теория емес. Бұл біздің күнделікті тіршілікте жиі кездесетін жағдайларға тура келетін, рахмет айтуды ұмытып кететін, жақсылықты міндет сияқты қабылдайтын ортада шын көмектесетін амалдар. Ал жалғастырмас бұрын арнамызға жазылып, пікір қалдырып кетіңіз. Бізді қай қаладан тыңдап отырсыз? Бұл біз үшін маңызды. Біз шыдау қасиет саналып кеткен қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Кек сақтама. Кешір, ол жақсы адам ғой. Қалайда өмір сүру керек қой. Таныс естіледі. Бірақ мәселе мынада. Біз неғұрлым көп шыдасақ, бізді соғұрлым аз құрметтейді. Бұл тек менің сөзім емес. Карл Юнг, сен аңғармаған нәрсе өміріңді басқарады, деген. Егер сіз жылдар бойы өзіңізді бағаламай жатқанын сезсеңіз де, соны елемей жүре берсеңіз, бұл сабыр емес, өзіңізді алдау. Ерте ме, кеш пе, ол ренішке, күйзеліске, тіпті дертке айналады. Ендеше, өміріңізді әлдеқайда жақсарту үшін сізді бағаламайтын адамдармен қалай әрекет ету керек екенін әдіс-тәсілдермен бірге талдап шығайық. Бірінші қадам ең оңайы әрі ең қиыны. Жай ғана қолжетімді болуды тоқтату. Бұл тәсіл қарым-қатынасты үзу деп аталады. Ақыры соларға бонус беруді доғарыңыз. Сізді ыңғайлы қылатын нәрселерді тоқтатыңыз. Көмек, сыйлық, эмоционалдық қолдау, бәрін реттеңіз, қажет жерде қысқартыңыз. Көп адам сізді тек үйреншікті артықшылықтарынан айырылғанда ғана бағалай бастайды. Оларға бірінші болып жазудың қажеті жоқ. Жайдан жай қоңырау шалудың да керегі жоқ. Ең бастысы, олар сұрамай тұрып көмегіңізді ұсына бермеңіз. Тексерілген нәрсе, 10 адамның 8-і сіздің жоғалып кеткеніңізді байқамайды да. Ал байқап қалғандары мінезін өзгерте бастайды. Өз ыңғайлылығыңызды қайтарып алыңыз. Сізді тегін такси сияқты пайдаланды ма? Кешір, бүгін қолым тимейді, деңіз. Түсіндірмейсіз. Сізді жанын тыңдайтын жилетке қылып қойды ма? Тегін психолог болуды доғарыңыз. Тек бірдеңе керек болғанда ғана шақыратындар болды ма? Енді сіз әрдайым бос емес адам болуыңыз керек. Айтқанымдай, 10 адамның 8-і сіздің жоқтығыңызды сезбейді. Олар басқа ыңғайлы адам тауып алады. Бұл тамаша сүзгі. Енді сізді кім бағаламағанын анық білесіз. Ал қалған 2 адам шамасында. Не болды? Қайда жоғалдың? Деп сұрауы мүмкін. Міне, солармен жұмыс істеуге болады. Бәлкім, шынымен құрмет көрсете бастар. Мәселе мынада, адамдар тек жоғалтып алуы мүмкін нәрсесін бағалайды. Сіз үнемі қолжетімді болсаңыз, сіз олар үшін ауа сияқтысыз, байқалмайды, бірақ бар. Сіз жоғалғанда, олар не тұншығып, қадірлей бастайды, не басқа ауа табады. Сонда сізге өкінетін түк қалмайды. Сізге бұл адамды манипуляциялау сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл манипуляция емес, бұл шекара қою. Егер адам сізді шынымен қадірлесе, жоқтығыңызды сезеді. Ал сезбесе, демек сіз өз орныңызды сізді шын бағалайтындарға босатып бердіңіз. Екінші әдіс, яғни сізді бағаламайтын адамдармен қалай әрекет ету керек деген қадам, олардың сізге қатынасын басқалармен салыстыру. Қарапайым тәжірибе жасап көрейік. Сол адамның өзі үшін құрметтейтін жандармен қалай сөйлесетінін еске түсіріңіз. Басшысымен сыпайы, мұқият, үнемі байланыста. Өзіне керек адамдарға күліп қарайды, әңгіме ұстайды, кешпейді. Ал сізге келгенде қысқа жауап береді, сіз үшін маңызды нәрселерді ұмытып кетеді. Енді өзіңізге бірақ сұрақ қойыңыз. Менің досым немесе жұбым шынымен сыйлайтын адамға дәл бұлай жасар ма еді? Егер жауап жоқ болса, бұл сіздің қателігіңіз емес, олардың таңдауы. Сіз тым талапшыл емессіз. Олар сізбен қалай сөйлесетінін саналы түрде таңдап отыр. Бұл әдіс неге жұмыс істейді? Өйткені сіз өзіңізді алдауды қоясыз. Бұрын сіз, ол солай адам шығар, мүмкін мен бірдеңені дұрыс істемедім, деп ақтап алатын едіңіз. Ал енді сіз шындықта көресіз, басқалармен ол басқаша.
Demek istey alad, biroq siz üçün isteygisi kelmeydi. Siz emotsiyaning o'rnina salqin esib ko'sasiz. Avurma? Yeah. Biroq endi sizde jo'ramal emas dalil bor. Uyingning so'zi men aytsak, ang'arilmagan narsa bizda boshqaradi. Al ang'arilgan narsa bizning baqlavimizga o'tadi. Onday adamlar o'zgaradi deb kutmayingiz. Eğer adam ko'ngil bo'la olsa, biroq sizga ko'ngil bo'lmasa, bu sanali tangdov. Energiyangizda o'zaro javob beradigan odamlarga jumsangiz. Qozog'istonda da qo'ldagi to'rg'ay ko'kdagi tirnadan ortiq deb aytadi. Biroq eğer qo'ldagi to'rg'ay sizda bag'alamaydigan odam bo'lsa, balkim onu mulde qo'ya berib, sizga shin quvona olатын jandarda izdegan durust шығар. Men de bir kezderi tag'i azdab kutayin, sonda ular mening qanchalik ma'nozli ekanimni tushunadi deb o'yladim. Biroq keyin sol odamlarning o'zining mixtaroq, o'zini foydaliroq birovlarмен qalay qo'pirib ketayotganini ko'rdim. Sonda tushundim. Masala mening yetkiliksizligimda emas, masala ularning men uchun yetkiliksizligida. Sodan beri men bir qarapayım erejini ustanaman. Eğer adam seni o'z ömründe eng so'nggi o'ringa qo'ysa, sen onu o'z ömrünün tittiği bölігіне de qo'yma. Al siz adamlarning siz bilan және boshqalarмен qarım-qatnası qanchalik әртүрлі bo'latынын bayqab ko'rdingiz be? Жазыңыз, сөйлесейік. Оқиғаңызды bilgim keledi. Үшінші әдіс, үнсіз кету тәсілі. Artıq сөзсіз ара қашықтық сақтаңыз. Eng qizig'i ne ekenin bilesiz be? Biz adamlarga sen meni renjitib жүрсің deb ne'g'urlim ko'p tushundiruga tirishsak, ular so'g'urlim astisnedi. Biri, qo'yisha sаған solay ko'ringan шығар, deydi. Biri ashulanadi. Sen ne, renjib qaldың ba? O'zing sonday renjigishsin. Biri tushungandek bo'ladi, biroq bir haftadan so'ng bari qaytadan qaytalanadi. Soндықтан қазір мен sizga adamning sizda жоғалтып bara жатқанын bildirетін eng quvvatli, biroq eng tinish tәсілді aytaman. Orıssiz, aql aytusuz, sheksiz o'tirib söyleseyikşi degensiz. Jay g'ana birtindep jo'g'ala bastаңыз. Burun, misali, siz birinchi bo'lib, qalaysın? Deb jazatın edingiz. Endi ular jazg'anын kütіңіз. Burun kezdesudi siz usnatın edingiz. Endi ular usunsin. Burun әңгімені siz ustaytın edingiz. Endi qisqa, biroq sipoyi javob beringiz. Siz emotsiya berетін donor bo'luda to'xtatasız. Ular ömrüne şağımdansa, siz әңгімені başqa жаққа burasız. Kenges surasa, bu mesele boyunca men eng durust aql ayta qo'yатын adam emasman, deysiz. Sizden ko'ngil ko'taruvdi kutsa, kechir, hozir сөйлесуге ko'ngil kuyim yo'q, deysiz. Eğer siz ularga shinimen kerak bo'lsangiz, ular байланыс izday bastaydi. Al kerak bo'lmasa, yo'qlig'ingizni bayqamaydi. Seningiz bu qarım-qatnasda bet-bet aniqtag'andan, urusib qag'isib, esib ayirishgandan alde qayda durus. Bizning жақта bir jomon adet bor. Eğer adam renjise, mіндетті түрде nega renjiding deb tushundiruvi kerak siyoqda. Кейде o'zlari kinali ekanini sezsada, yeltqisi kelib, renjiganga suv tastadi degan so'zni alg'a tortadi. Biroq unday tinglamangiz. O'ylanib ko'ringizchi, sizda yillar bo'yi bag'alamagan adam bir g'ana әңгімеден keyin shintisini qo'yama. O sizning sezimingizda elemay жүргенін bilmaydi deysiz be? Bildi. Tek oğan solay engaylı bo'ldi. Ündemeu әлсіздік емес, бұл сынақ. Olar үшін, sizдің назарыңызсыз өмір сүре алама? Ал siz үшін, олардың салқындығынсыз өмір сүре аласыз ба? Айтайын, әрине сүресіз. Қорқпаңыз. Менің бір досым болды. 14 жыл араластық. Үнемі бірінші болып қалайсың? Деп сұрайтын да мен едім. Туған күнімен алғаш құттықтайтын да мен. Кездесейік деп бірінші ұсынатын да мен. Bir күні жетет деп шештімде жазуда қойдым. Bir ay өтті, 2 ay өтті, 1 жыл өтті, бірақ ол бір ретте жазбады. Сонда түсіндім, бұл достық емес екен. Бұл менің елесім. Ал шындығында мені ұмытып кеткен. Bir ретте есіне алмаған. Егер олар бәрібір, қайда жоғалдың? Деп сұраса, ақталмаңыз. Жұмыспен жүрдім демеңіз. Ондай сөз оларға сіздің әлі де қармаққа ілініп тұрғаныңызды сездіреді. Одан да, өзінен өзі солай болып қалды, деп қысқа қайырыңызда әңгімені басқа жаққа бұрыңыз. Реакциясына қараңыз. Егер адам шынымен алаңдаса, бәлкім мүмкіндік беруге болады. Ал сіз жауап бергеннен кейін тағы да ғайып болса, демек оған маңызды болған жоқ, тек қызыққан. Кол Ингтің айтқаны бар, жалғыздық айналаңда адамның жоқтығы емес, түсінетін жанның жоқтығы.
Егер сіздің үнсіз кеткеніңізден кейін адам сізді жоғалтып алудан қорықпаса, демек ол сіздің өміріңізден әлде қашан көңіл күймен кетіп қойған. Енді сізде таңдау бар. Артынан жүгіре бересіз бе? Әлде ақыры сізге қарай қадам басатындарға бұрыласыз ба? Төртінші әдіс – айна әдісі. Адамдарға олар сізге қалай қараса, дәл солай қараңыз. Дөрекі емес, жай ғана айнадай. Олар жазбай ма, сіз де жазбаңыз. Өміріңізге қызықпай ма, сіз де қызықпаңыз. Әр адамды айна деп елестетіңіз. Ол сіз оған көрсеткен нәрсені ғана қайтарады. Егер сіз жылдар бойы оның салқындығына шыдап келсеңіз, таңғалатын ештеңе жоқ. Ол сізді бағаламауға үйреніп кеткен. Ал бүгін біз осы жағдайды төңкереміз. Сіз оның айнасына айналасыз. Бұл қалай жұмыс істейді? Бәрі қарапайым. Сіз алғаныңыздан артық беруді қоясыз. Ол айна бір-ақ рет жазса, сіз де сирек жауап бересіз. Ол қалың қалай деп сұрауды ұмытса, сіз де сұрамайсыз. Ол кездесуді соңғы сәтте болса, енді сізде де аяқ астынан шаруалар табылады. Сіз ыңғайлы адам болуды тоқтатасыз. Бұрын оның кестесіне бейімделетін едіңіз, енді өзіңізге ыңғайлы болса ғана. Бұрын дөрекілігін кешіретін едіңіз, енді кешір, бірақ менімен олай сөйлеспейді, дейсіз. Сіз оған өз орнында қандай екенін сездіресіз. Адамдар өздері сол жағдайға түскенде ойынның ережесін өте тез түсінеді. Неге бұл жай ғана үнсіз қалудан тиімді? Бізде де не ексең, соны орасың деген сөз бар. Бірақ көп адам оның екі жаққа да жүретінін ұмытады. Егер адам қоңырау шалмаса, демек сізді маңызды санамайды. Егер рахмет айтпаса, көмегіңізді міндет сияқты қабылдайды. Егер қиын сәтте демеп жібермесе, демек оны өз пайдасы ғана қызықтырады. Айна оған шындықта көрсетеді. Менің бір танысым болды. Жылдар бойы араластық. Мен үнемі халін сұрайтынмын, қолдайтынмын, көмектесетінмін. Ал ол өзіне ыңғайлы кезде ғана жауап беретін. Бір күні, жақсы, енді мен де дәл солай істейін деп шештім. Бірінші айда ол ештеңе байқамады. Екінші айда жиірек жаза бастады. Үшінші айда, неге суық боп кеттің? Деді. Мен тек сен қалай істесең, солай істеп жүрмін, деп жауап бердім. Алдымен ренжіді, кейін ойланып қалды. Жарты жылдан соң өзі бірінші болып қоңырау шала бастады. Әрине, үнемі емес, бірақ бұрынғыдан әлдеқайда жиі. Өйткені айна өтірік айтпайды. Ол адамға өзін көрсетеді. Ал егер адам өз бейнесін көріп тұрып та өзгергісі келмесе, бұл оның таңдауы. Ал сіздің таңдауыңыз оған күш-қуатыңызды жұмсамау. Ашуланбаңыз, өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Сізді айыптауы мүмкін, сен өзгеріп кеттің. Сонда жай ғана, жоқ, мен тек сен үйреніп алғандай пайдаланылатын адам болуды қойдым, деп айтыңыз. Егер айна жұмыс істемесе, демек ол адам өзін сырттан көре алмайды. Бұл дегеніңіз ол ешқашан өзгермейді. Үйің, біз өзгеден өзіміздегі нәрсені ғана кездестіреміз, деген. Бірақ кері жағынан да солай. Егер адам сізден дос көрсе, досша әрекет етеді. Егер сізден ыңғайлы адам көрсе, пайдаланады. Айна болыңыз, сонда сіздің ол үшін кім екеніңіз бірден анық болады. Менде бұл әдіс көп жылдан бері әрдайым іске асады. Ал сіз өміріңізде осы тәсілді қолданып көрдіңіз бе? Жұмыс істеді ме? Жазыңыз, талқылайық. Бесінші әдіс сізге көмектесетін ауыстыру тәсілі. Жағымпаздануды өзаралыққа алмастыру керек. Тек өзара жауап қайтармайтын адамдарға күш салуды доғарыңыз. Мейіріміңізді өзіңіз міндеттісіз деп қабылдайтын жандарға уақытыңызды, энергияңызды, сезіміңізді жұмсамаңыз. Оның орнына сол күшті айлашарғысыз ақ сізді бағалайтын адамдарға бағыттаңыз. Егер адам сізге солай жауап бермесе, бұл сіздің қателігіңіз емес, бұл оның таңдауы. Бірақ бір жақты қатынасты жалғастыра беру-бермеу сіздің таңдауыңыз. Бағаламайтын адамға жағынудың орнына өзаралық қағидасына сүйеніңіз. Тек сізге де күш салуға дайын адамдарға ғана күш салыңыз. Бұл өзімшілдік емес, бұл даналық. Өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз. Ол адам жиі бастама көтере ме? Сіздің қажеттілігіңізді, сіз оның қажеттілігін ойлағандай ойлай ма? Сізді пайдалануға ыңғайлы адамға айналдырып қойған жоқ па? Тек алатында, бермейтіндерді өміріңіздің шетіне жайлап ысырыңыз. Ал босаған уақыт пен күшті сіздің жетістігіңізге шын қуана алатын адамдарға, көңіліңізді көтеретін істерге, өзіңізге арнаңыз. Өйткені сіз де өзгелер секілді қамқорлыққа лайықсыз. Түсіндіріп ақталудың қажеті жоқ.
Енді бұрынғыдай күш салмайтыныңызды біреуге мәлімдеуге міндетті емессіз. Жай ғана әрекет етіңіз, сәл қолжетімсіз болыңыз. Кездесуді де, көмекті де бірінші болып ұсына беруді доғарыңыз. Егер бірдеңе сұраса, кейде жоқ деп айтыңыз. Кінәсізмінсіз. Жауабына қарап бақылаңыз. Шынайы қарым-қатынас сонда ғана көрінеді. Егер адам өзгерісті байқап, не болды деп сұраса, бұл ашық сөйлесуге мүмкіндік. Ал жоғалып кетсе не ренжіп қалса, демек сізді тек бергеніңіз үшін бағалаған. Түсініңіз, бір жақты қатынас адамды титықтатады. Ол қара құрдым сияқты. Неғұрлым көп берсеңіз, соғұрлым көбірек күтеді. Ал өзаралық құрметі бар, алғысы бар, бір-біріне шын қуана алатын сау байланыс. Карл Юнг бір сөзінде, адам үшін ең қорқынышты тұзақ оның санасыз қарым-қатынастары деген. Шынында да, бізді әлдеқашан бағаламай кеткен адамдарға қаншалық жиі жабысып қалатынымызды байқап жүрсіз бе? Суықтығын көтереміз, салқындығын ақтаймыз, тек шындыққа қараудан қорқамыз. Егер адам сізге өзара жауап бермесе, демек сіз оған қажет емессіз. Юнг мұны қатынастың көлеңкесі деп атаған. Бірі береді, бірі тек алады. Ең қауіптісі, бұған ұзақ шыдай берген сайын, жан дүниеңіз мен бұдан артыққа лайық емеспін деп сеніп қалуы мүмкін. Ал шындық мынау, сіздің құндылығыңыз оны көрмейтіндердің көзқарасына тәуелді емес. Психолог ретінде де айтамын, егер сізді бағаламаса, бұл сіздің жүрегіңіздің қателігі емес, бұл басқа адамның соқырлығы. Ең сынғандай, өзіңізге нақтылап сұрақ қойыңыз. Бұл адам шынымен мені бағаламай ма? Әлде маған солай көріне ме? 3 мысал жазып қойыңыз. Сөйлесіңіз, бірақ қана тақпай, бақылау ретінде айтыңыз. Менің күш салғаным жауапсыз қалып жатқанын байқаймын. Неге олай? Әрекет етіңіз. Егер сөйлескеннен кейін ештеңе өзгермесе, алыстаңыз. Ашумен емес, абыроймен. Ауыр. Бірақ айырылысудың ауыры, жылдар бойы үнсіз қорланумен салыстырғанда түк емес. Тіпті бір досыңыздан айырылсаңыз да, не болды? Бұл жоғалту емес, бұл шын келетін адамдарға орын босату. Есте сақтаңыз, сізді түсінбейтін адамдар көп болады, ол қалыпты нәрсе. Бағаламайды, ол да олардың құқығы. Бірақ сізден жарық көретіндер де табылады, солар үшін өмір сүруге тұрарлық. Ең тың ойына сай айтсақ, сізді бағаламайтындарға жасайтын ең жақсы нәрсе, олардың өмірінің бір бөлігі болуды доғару. Ал өзіңіз үшін жаңа парақ ашу. Келесі әдіс ашық әңгіме. Мәселені адамның бетіне тура айтыңыз. Мысалы, сіздің күш салуыңыз байқалмай жатқанын көрсеңіз, оның өзгергенін қалайтыныңызды ашық айтыңыз. Ал адам мүлде реакция білдірмесе, бұл үшінші әдіске, яғни арақашықтыққа көшудің белгісі. Мына жағдайды елестетіңіз. Сіз бірнеше ай қатарынан көршіңізге көмектесіп жүрсіз, бірде көлігін жөндеп бересіз, бірде қағазына қол қойып бересіз. Ал сізге көмек керек болғанда, ол аяқ астынан уақытым жоқ болып шыға келеді. Таныс па? Біздің жақта, әсіресе көрші-қолаң араласатын ортада, мұндай жиі кездеседі. Біз ренішті іште сақтаймыз, өйткені ыңғайсыз, тік айтуға өт сияқты. Сосын түкке тұрмайтын жерде жарылып кетеміз. Не үйге барып жақындарымызға тиісіп аламыз. Мен де мұны бастан өткердім. Жылдар бойы шыдап жүрдім. Сосын мені бағаламаған адамдармен мүлде араласуды тоқтаттым. Бірақ одан да дұрысы бар, ашық сөйлесу. Давай келсейік. Егер шынымен көмектескің келмесе, турасын айт. Айтпесе, мен әрдайым жүгіріп жүрмін, ал сен жоқ сияқты болып шығады. Осыдан кейін, әдетте, аз да болса адамдық бар кісілердің арасында оқиға шамамен 3 түрлі өрбиді. Біріншісі, адам кешірім сұрап, өзін түзетеді. Демек, мәселені расмен байқамаған. Мұндай адамдарды өмірде ұстап қалуға болады. Екіншісі, ақтала бастайды. Ай, сен не айтып тұрсың? Мен ғой, бұл дабыл. Мұқият болу керек. Үшіншісі, мүлде түсінбейді немесе сізді айыптайды. Онда үшінші тәсілді батыл қолданыңыз. Арақашықтық. Карл Юнгтің сөзі бар. Аңғарылмаған нәрсе бізді басқарады. Сіз үндемей жүре берсеңіз, жағдай қайта қайталана береді. Өз тәжірибемнен айтайын. Мен агрессиясыз, бірақ жалтақтамай, тура сөйлей бастағанда, адамдардың шамамен жартысы маған шынымен басқаша қарай бастады. Қалғандары өз таңдауы. Ең бастысы, қорықпаңыз. Біздің қоғамда көбіне шыдау керек деген түсінік бар. Бірақ шыдау үнсіз қалу деген сөз емес. Нені мазалайтынын айтуға болады, әрі айту керек. Тек осылай ғана сау қарым-қатынас құрылады.
Ал егер ашық сөйлескеннен кейін де ештеңе өзгермесе, онда әлдеқайда қатаң әрекет етесіз. Бірақ ол басқа бір әңгіме. Келесі тәсіл өкінішсіз кету. Әйтеуір бір күні ең кейін, бірақ ең еркіндік әкелетін қадамға келесіз. Жай ғана кету. Мен жылдар бойы өзімді міндет сияқты қабылдайтын қатынасты ұстап жүргенімді ұмытпаймын. Көп адам сияқты аздаптағы шыдайын, бәлкім өзгерер деп ойлайтынмын. Сол ой маза бермеді, ақыры бір күні түсіндім. Ештеңе өзгермейді. Ашық сөйлестім, қайта түзетуге тырыстым, байланыс орнатуға ұмтылдым, бірақ адам бәрібір байығы қалпы қалды. Бұл бірақ нәрсені білдіреді, ол солай болуын өзі қалайды. Біздің ортада, әсіресе тмд кеңістігінде өскендердің ішінде маған түсініксіз бір құрбандық мінез бар. Қатынас үшін шыда, кешіру керек. Сен болмасаң кім? Деген сияқты. Ал ең тың бір ойы бар, өзаралық жоқ жерде шынайы байланыста жоқ. Тек әдет пен тәуелділік қалады. Кетемін десеңіз, кетуді де дұрыс білу керек. Айғай-шу сахнасыз, сіз бәрін ашық сөйлесуде айтып қойдыңыз. Кінә сезімінсіз адамға барлық мүмкіндікті бердіңіз. Ризашылық пен тіпті ауыр тәжірибенің өзі бір нәрсеге үйретеді. Мен мұндай қатынастан бір рет емес, талай рет шықтым. Ең таңғаларлығы, босаған орында жаңа адамдар тез келеді. Алғашқы күннен ақ уақытыңды да, мейіріміңді де бағалай білетін жандар келеді. Өміріңізді кітап деп елестетіңіз. Бір кейіпкер бірақ бетке сыйды, біреуі тұтас бір тарауға қалады. Бірақ ең соңғы бетке дейін кім қалатынын тек сіз шешесіз. Бетті аударудан қорықпаңыз, ағайын. Сеніңіз, жаңа тараулар көбіне байығыдан әлдеқайда қызық болады, ал бұрынғылардың кейбірін байығыда аяқтау керек еді. Егер қазір бұл қадамды жасау қорқынышты болса, өзіңізді бір жылдан кейін елестетіңіз. Осы сәтті қалай еске аласыз? Ертерек кетпегеніме өкінесіз бе? Әлде ақыры босап шықтым деп жеңіл тыныс аласыз ба? Ақылмен таңдаңыз. Сіз шынымен де жақсысын лайық көресіз. Бір ескі шындық бар, ешқашан мәнін жоғалтпайды. Адам өзіне қалай қараса, өзгелер де соған қарайды. Сіз бәріне бірдей ыңғайлы болуға міндетті емессіз. Сізді байқамайтындарға шыдап жүруге міндетті емессіз. Ең бастысы, олардың әрекетін ақтап алуға да міндетті емессіз. Бұл тәсілдерді кек үшін емес, өзіңіз үшін қолданып көріңіз. Ақыры бір сезініңіз, уақытыңыз, сезіміңіз, өміріңіз бәрі қымбат. Ал сіз өзіңізді бағаламайтын адамдармен қалай әрекет етесіз? Жазыңыз, бірге талқылайық. Егер бұл шығарылым пайдалы болса, қолдап белгі қойып, керек адамдарыңызға бөлісіңіз. Бұл басқа біреудің де өмірін жақсы жаққа өзгертуіне көмектеседі. Алда өзін тану, қарым-қатынас психологиясы және өмір туралы ой толғаулар тақырыбында жаңа әңгімелер болады. Келесі кездескенше.